Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз творожный пирогтың өзгеше түрін, блендер қолданбайтын түрін жасаймыз. Ол үшін алдымен мен 2,5 сағат бұрын холодильниктен шығарып қойған сары майдың үстіне ұнымызды, ванилин, сода және разрыхлитель төртеуін біріктіріп саламыз. Бұл өзі сонда шашыраңқы қамыр болады. Осының үстіне қантымызды саламыз. Осылардың бәрін жақсылап қолымызбен осылай үгітіңкіреп біріктіреміз. Шашылып тұратын қамыр болады. Міне дайын болды. Енді начинкасын дайындаймыз. 200 грамм 5%-лық творог салдым. Осының үстіне 20%-лық қаймақ саламыз. 2 жұмыртқамызды саламыз және қантымызды саламыз. Осылардың бәрін вилканың көмегімен блендер қолданбай-ақ біріктіреміз. Мен осындай стеклянный табаға пісірдім. Астын майлап ештеңе істемедім. Өйткені біздің қамырымыздың өзі майдан тұрады. Осылай жартыдан сәл көп бөлігін осылай астына жайып аламыз. Енді осының үстіне барлық начинканы құямыз. Енді бетіне қалған қамырымыздың бәрін сеуіп шығамыз. Бетін толық жабатындай етіп. Мен енді осыны 180 градуста алдын ала ысытылған пеште 30 минут пісірдім. Бірақ сіздер пештеріңізге қарайсыздар. Өйткені менің стекло ыдысым қалың, сондықтан асты күйген жоқ. Міне біздің пирогымыз пісті. Басқа творожный пирогтарға қарағанда дәмі ерекшелеу, өзгеше және өте дәмді. Егер сіздерге қанты аз болған болса, көбейтсеңіздер болады. Мен қатты тәтті болғанын ұнатпаймын. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер.